Білесің ба, қазір адамдарға тек мазақ керек. Біреудің өскеніне емес, өшкеніне, сүрінгеніне қуанатын жағдайға жеттік. Себебі біздің пейіліміз тар, көремаушылығымыз басым. Бір адам қателік жасаса, сүрінсе, сол адамның қателігін елге жария қылғанда алдыңа жан салмайсың. Сүрінгенмен бүлінгенді сөз етпе, сен де тұрсың, мен де тұрмын кезекте. Сен жатарында ойланып көрдің ба, осы күнге дейін не істемедің? Жасаған қателігіміз, күнәміз, сүрген өмірімізден де көп шығар. Шәкәрім атам айтады, біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше өз ойыңды мазала, өз бойыңды тазала, өзіңмен күрес өлгенше. Адамның тағдыры тілінің астында, жақсылыққа да, жамандыққа да сол тілмен қол жеткізесің. Біреудің өмірінің сорпасын сапырғанша, өз тағдырының кеспесін кес, бауырым.